Бүгін мына қазақ өлеңінің қас шеберлерінің бірі біздің досымыз Ораз ақын 75 жасқа толып отыр. Мерейтой дейміз, юбилей дейміз. Бұл өзі қажет нәрсе. Юбилей деген. Не үшін қажет? Ең алдымен ақынның, жазушының өзінің оқырмандарымен кездесу үшін керек. Қауышу үшін керек. Өзара пікірлесу үшін керек. Өзінің юбилейін өткізуге қарсы бір жазушылар бар дейді. Соны біреулер мақтады жақында. Не деген ұлылық, не деген кішіпейілдік, мен білмеймін, ондан ешбір ұлылықты көрген жоқ. Халықпен кездесуден қашқан адам, ол өзіне сенімсіз адам деген сөз. Халықтың ықыласына сенбей отыр. Білесіз, немесе халықтан бөлініп қалған адам. Соның үшін Ожыке, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Бүгінгі кездесуді өте жақсы жасап жатырсыз. Ал енді мына Ожыке менен бір жасы үлкен. Соның үшін мына 70-ке де, 75-ке де ылғи менен бұрын келеді. Кісі бір озып алған соң жеткізбейді екен ғой. Ылғи алда келе жатыр. Ал енді айтамыз. Біз Ожыкең менен жаңағы бала жастан 20 жасында келіп емдейді ғой Алматыға. 55 жылы, осыдан 55 жыл бұрын келген екен Ожыкең. Сол кезде бізде келіп қалып ек. Бұл Құлжадан, мен Чәуешектен дегендей оқу іздеп Алматыда түйіскенбіз. Міне содан бері, міне 55 жылдан бері бірге келе жатырмыз. Ал енді бағанағы өзі бір айтып кетті ғой, өлеңді бірге жазған достардың көбі қара сөзге ауысып кетті деп. Сол тізімнің ішінде мен де бармын. Ал енді мына Ораз ақын мен бірге талай сапарлас болдық, бірге жүрдік. Ой, жас бозбала кезімізде әсіресе. Анау Шалқадер жайлауына барып шалқып жүрген кездер. Ол бір керемет. Қасымызда Еркін Битанов бар, Мұқағали бар дегендей. Ол бір дәурен. Қымызы бар ауылға, қызы бар ауылға қырындап пісетін кездеріміз, қыдырған кездеріміз Шалқадердің бойында. Ол бір естен кетпес дүние. Ал енді жаңағы университетте бір оқыған жылдар, екеміздің творчестволық жағынан түйіскен жерлеріміз көп. Менің алғашқы өлеңімді Шыңжаң газеті дейтін газетке сол істеп жүр ғой. Мен Чәуешектегі гимназияда оқып жүрген кісімін. Сонда менің өлеңімді сұрыптап осының алдына барып қалғанда алдымен басқан осы Ожыкең. Бұл жағынан менің тұсауымды кескен кісі бұл Ожыкең. Соған рахметімді айтуым керек. Ал енді айтамыз, Ожыкең қандай ақын дегенді жаңа кім Бексұлтан жақсы айтты. Мен де айтар едім, бұл кісі сол жарасым мен үйлесімнің ақыны. Ожыкеңді қанша, бұл енді мен өзім қызығамын. Мінезден туады ғой шығарма. Өлең де қайсысы болсын. Сол Ожыкеңдегі кеңдік, жайдарлық, сол өлеңіне де көшкен. Бұл қандай ақын дегенде мен қосар едім, сол үйлесім мен жарасымның ақыны. Мынау сол көктемге, гүлге ғашық. Мынау біздің қазақ ақындардың ішінде гүлді жан-жақты зерттеген және жүздеген гүлдің атын білетін бір адам болса, сол Ораз ақын. Көрдіңіз бе? Сол сұлулыққа, әсемдікке ғашықтықтан туған нәрселер. Ал енді Ораз ақынның өлеңдерін оқып отырсам, қыжыл, ашу, өкпе, басқамызда болады ғой. Мына басқа ақындар да бар. Ол жағы кездеспейді. Бұл өмірдің жақсылығы, маған жақсылығы керек, жаманшылықты басқалар айта берсін деген болу керек. Осы жағын қарастырған ақын. Енді бір жағы болған өз өміріне разы, қоғамға разы, өзінің отбасына разы. Мен мысалы айтар едім, бұл кісінің басқа ақындарға ұқсамайтын жері көп өзі, дара. Жалғанды жалпағынан басу, шалқып жүру деген Ожыкеңде болмайды. Талай сапарлас болдық, Шығыс Қазақстанда талай. Сонда жұрт таңғалады, ой Алла, арақ ішпейтін ақын болады екен деп. Осы біздің Ожыкеңге. Сөйтіп жұртты таң қалдыруменен келе жатқан кісі. Ал енді
Mına жаңа айттық қой. Mına öz әйелін өзі ғашық болатын адамдар болады. Соның бірі тағы біздің Оржүкен. Mına Ажарға ғашық, 40 жылдан бері әлі суған жоқ, ол ғашықты. Bir өлеңді айтыпты, соңғы жинақтарының бірінде, Ажарға арнаған өлеңде. Әрі бәйбішем, әрі тоқалым сияқтысың. Мұна бәйбішенің тоқалға теңелу дейтін, ол үлкен мәртебе. Бар ғой? Тоқалша қабылдану дейтін. Оны Оржүкен айтып отыр енді. Шын, бұл жерде Ажар отырған шығар, бұл Ажардың мәртебесін көтеру ғой. Ал енді не айтамыз? Бәрін айтты бір найт, жаңағы. Енді жалған 75-тен асқанса бір-бірімізге шапан жауып отырмыз керек, жыл сайын. Бас керілмеп.